Сол бір күз Шерхан Мұртаза биікте шу-шу етіп құрқылтай ұшып жүр. Мың бұлақтың бір бұлағы шоқыбас сайы. Жарқабағы шұрқ тесік жыбырлаған құрқылтайдың ұясы. Құстар ұяларын тастап қыс болмайтын жаққа кетпекші. Соны көріп, қыстың келе жатқаны Ноянның есіне түсті. Торытайдың үстінде күн шуақтап отырса да, аяз қарып өткендей тұла бойы түршікті. Былтырғыдан да ауыр қыс болатынын бала жүрегі күн ілгері сезгендей. 43-ші жылғы қыс естен сірә шыға қоймас. Ноян былтыр желтоқсанда тобан аяқ болып мектепке бара алмай қалған. Тәңірі жарылқағыр Тимофей шал көтерем өлген өгіздің терісінен шикі шоқай тігіп беріп әбігер болған. Шоқай су тисе езіліп жүре беретін. Бірақ шылғауын қалың орап, лекерлеп мектепке барып қайтуға жараушы еді. Биыл қыста өгіздің терісі табыла ма, табылса оны Тимофей тағы тігіп беруге келісе ме? Ноян Торытайдың күзеген жалын сипап соны ойлап отыр. Тай бұл күнде жуасып қалған. Оттамастан мүлгіп тұр. Ол да бір ойдың шырмауында сияқты. Торытайдың енесін былтыр әскерге алған. Әскерше киінген екі адам колхоздың бастығы үшеуі келіп жылқы аралап, ішінен бірнешеуін таңдаған. Біреуі осы Торытайдың енесі. Өте еңселі, тұлғалы бие еді, жануар. Әскери адамдар оның тісін ашып көрді. Кеудесін, тұрқын, тірсегін, тіпті құйрығына дейін сантиметрлеп өлшеді. Торытай енді енесін сағынатын болу керек. Анда-санда адамша күрсінеді. Қазір жылқы сайдың табанында жайылып жүр. Бұрынғыдай сусымай емес. Көлік малы көп ойқастауға жоқ. Қамыттан мойны босаса болды, төрттағандап басын оттан алмайды. Жылқы жылжып өткен сазда пырдай боп жас тезек қалады. Сайдың қабағынан қарағанда ойпаңда қаптаған қасқалдақ қонып отырғандай. Шөп қатайған гүл семген, көбелек қалтаңдап көп ұшады. Бірен-саран қалған теңге жапырақтың қызғылтым гүліне тұрақтамай, шырын шықпаған сол тез-тез ұшып кетеді. Сәмбі талдың жапырағы үнтінсіз үзіліп, бастауға қалқып түседі. Енді бір сәт сарғайып жапырақтан қайнардың мөлдіреген қара суы көрінбей қалады. Ноян тау жаққа қарады. Тауға таяу белуарына дейін қар түскен. Соны көріп, өзінің жалаң аяқ екенін тағы есіне алды. Ноян әскердегі ағасына хат жазып қойған, бірақ қалтасында жүріп тозды. Хаттың соңында ағасынан бір бәтеңке алып келуін өтінген. Ал хатты қайдан жіберерін білмейді. Ағасы соңғы хабарында өзім хат жазып жіберемін, белгіні өзім беремін, жаңа адресін айтып жазамын, деп еді. Жарты жыл өтті, содан бері дерек жоқ. Кенет керемет Ноянның көктен іздеген жерден табыла жаздады. Сай басындағы қара жолдан бозаңдатқан шаң көрінді. Үсті жабық, 3 арба қаз қатар тізіліп, адамдары азан-қазан әндетіп, көшпелілері келіп, сазға аттарын доғарды. Алдыңғы арбадан кеспелдек келген дударбас кісі секіріп түсті де, «Охо!» деді. Қызыл етікті аяғымен көгалды жерді теуіп шірене қалды. Жылқының пысқырғанынан басқа дыбыс естілмеген сайдың іші лезде хан базардай гуледі. Тек 13-14 жастағы ботакөз қызғана басқаларға қосылыңқырамай оқшау тұрып, қолындағы қобдишаны ашты. Ішінен қалақтай қобыз шығарып алды. Ноян оның скрипка екенін білмеуші еді. Бағанадан бері көшпелілерден бойын аулақ ұстап, шет тұрған шашы өрілмей иығына сусып төгілген алабажақ конитос көйлек киген кішкентай қыз скрипканың иығына иегімен қысып алып, нәзік саусақтары майысқанда, Ноянның тұла бойынан
ыссы бір толқын жүгіріп өтті. Еріксіз тебініп еді, торытай бір-бір басып, табырға жақындай түсті. Басқа күйбің қу тіршілікте қыздың ісі болмады. Кең дүниеде өзі скрипканы ғана тұрғандай, өз ойына өзі елтіп, баяу ғана көзін жұмды. Ноян мұндай музыканы бұрын естіген емес. Таудың басындағы күміс тәжді алтын нұрға малып, күн шығып келе жатқанда, соның шапағынан оянған дүние әлемінің ән салғанындай, айлы тыныш түнде жалғыз бұлбұлдың таңдай тақылдатқанындай. Бала бәрін ұмытты. Өткен қысты да, келер қысты да, жалаң аяғында, апасының ыңыр қараңғысында қызылшадан титықтап әрең жетіп, үні бітіп, таңдай кеуіп, бір жұтым шалап сұрайтынында, бригадирдің айналайын Ноян, бүгін мектепке бармай-ақ қой, жылқы бақ деп жалынатынын да бәрінде ұмытты. Ақырзаман осы шығар, деді Ноян өзінен өзі. Апам айтушы еді, ақырзаман боларда жердің жүзінен сиқырлы ән естіледі, жүріп өтеді. Оған ілескен қайтып жер бетіне оралмақ емес. Ол сиқырдан ешкімде аман қалмайды дейді екен. Сол осы болар. Бір мезгіл бала осы көшпен ілесіп алысқа кеткісі келді. Тек ұдайы мына музыка ойнап тұрса ғана. Бірақ кешке үйге қызылшадан ерні кезеліп келетін апасын, оған шалаптық айран қалдырмай ішіп қоятын інілерін ойлады. Көшке ілесе алмайды. Мына музыка көрген түстей. Түсте де осындай ғажайып шақтар болады. Оның ойын дударбас кісі бөліп жіберді. Ей, жігіт, деді судай қазақша. Кімнің баласысың? Шахманның. Әкең жоқ қой? Жоқ. Ағаң әскерде ғой? Әскерде. Мен білемін сенің ағаңды. Ол нағыз батыр. Көрсем сенен сәлем айтамын. Астындағы тайыңды сатасың ба? Сатпаймын. Бұл колхоздікі. Әй, ақмақ. Мен білмейді дейсің бе? Әрине, сенің әкеңнен қалған тай емес. Мұндай тайы бар адам жалаңаяқ жүрмейді ғой. Ноян аяғын қоярға жер таппай, Торытайдың қолтығына қыса түсті. Қыз естіп қойды ма деп қысылды. Дударбас жабық арбаның ішінен бір пар бәтеңке алып келіп, тайдың шоқтығына іле салды. Мә, білемін, қиналып жүрсің. Ағаң келеді соғыстан. Бұдан да жақсы бәтеңке алып келеді. Мынау да жаман емес. Рабочий, талай қысты тепкілеп киіп шығасың. Сен тұрсың ғой, ә? Тегінен тегін қайтып аламын деп тұрсың ғой. Азаматсың, сен де ондай күдік қалмасын. Бір қамыт әкеп бере ғой. Иә, кәдімгі аттың мойнына кигізетін қамыт. Білесің ғой, қайда жатқанын. Қазір арбакештер аттарын шығарып, түстікке кетті. Барып аласың да қайтасың. Жан баласы көрмейді де, білмейді де. Бар, шап, сенбесең, бәтеңкені ала кет. Ноян қызылша жаққа қалай шоқытып бара жатқанын білмейде қалды. Қызыл ізен тас мияның арасынан бір топ бұлдырық пыр-пыр етіп ұша жөнелді. Сары ала күзде қызылша дала тым жасыл боп жайқалып жатыр. Аршыған тәтті тамырлар семіз қойдың құйрығындай теңкиіп, аттары шығарылған арбалар қаңтарлы жан баласы жоқ. Тек жапырақтары құрт терген зымыран шымшықтар ғана шиқ-шиқ етіп ұшып жүр. Арбакештер жапырақ астына жасырып кеткен қамыттардың бірін ілінгенін Ноян тай үстінен көк парша жұлып алып, пострюмкесін салаңдатқан күйі салпылдатып кері шапты. Тұяқ астында қызылша жапырағы қаршылдады. Соғыс жылдарының соры қалың аттарының тері сіңіп, қолқаны атқан қамытты жылқыны бала дударбас кісінің алдына шиырып ұрды. Кет,
енді бұл жерден, деді Дударбас. Мұнысы қиын болды. Баланың осында қала тұрғысы келді. Шашы өрілмей иығына төгілген скрипкашы қызға қарай бергісі келіп еді. Бірақ қызыл етікті кет, деді, бұрынғыдай емес, жауға қарайды. Қолында бәтеңке келе жатқанын Ноян былай шыққанда аңдыды. Ескі де болса да, қайсысы қалың рабочий бәтеңке. Қыстың уайымынан құтылғандай еді. Бірақ еш қуанышы сезілмеді. Біреуді өлтіріп аяғынан сыпырып алғандай суық көрінді. Көшпелілер апыл-ғұпыл жиналып бастады. Сайдың тасынан қалаған ошақтың оты бықсып, жұрты қалды. Қара жолдан боз ала шаң шұбатылып шағын табысқа қарай тартып отырды. Кешке үйге келгенде, апам бұл бәтеңкені қайдан алдың десе не демекпін? Қамытты арбакештер қазірақ іздеп жатқан шығар. Апасы айтушы еді, біреудің сабақты инесін алушы болма. Ағаң алыста от пен судың арасында жүр. Біреудің бір нәрсесіне тиіп, ағаңның ақ жолына жаман ырым жасама, деп. Соны қалай ұмытқан? Мына сасық бәтеңкеге бола ағасына мысық тілемек пе? Ноян тайдың басын бұрып, көштің соңынан шоқырақтатты. Жырым балақ, жалаң аяқ қалпында қара жолдың шаңын аспанға бұрқ-бұрқ көтеріп, көсілте шапты. Тайдың құлағының түбі жіпсіп, танауы делдейіп, демі пырылдап, қос аяқты сілтей салды. Жол жағалай шоқ-шоқ өскен ақ ши теріс аққан өзендей сағымданып ол қалды. Тау жаққа көзі түсіп кетіп еді, қадау-қадау мұзарт шоқырлар шоқаң-шоқаң етіп өзімен қатарласа жарысып бара жатқанда екен. Дударбас отырған алдыңғы арбаға теңесе бере, ауылдағы көкпаршы шалдарша әлгі бәтеңкені шатырдың ішіне атып ұрды. Дударбастың көзі бағжан етті. Ағатай, қамытты қайтарып бер, деді Ноян, арбамен жағаласа шауып келе жатып. Көлік тұрып қалатын болды, ағатай. Қызылша тасылмай қалатын болды, ағатай. Қамытты қайтарып бер. Ақымақ, деді Дударбас, жарау аттардың божысын қағып-қағып уқалап. Несіне қорқасың, қорқақ? Арбақ тоқтап қалатын болды, ағатай. Ақымақ, қорқақ. Жабулы арбаның ішінен скрипкашы қыздың өрілмеген сусыма қарашашы көрінді. Қыз әлсіз жіңішке қолдарымен арбадағы дәу қамытты тырмыса тартып, лақтырып жіберуге әрекет қылды. Дударбас артына бұрылып, божыны бір қолына жиып алып, бір қолмен кішкентай қызды бүріп ұстап, арбаның түкпіріне итеріп кеп жіберді. Жанында жатқан ұзын қамшыны ала салып, үйіріп Ноянға қарай сілтеп кеп қалғанда, мылтық атқандай сарт ете түсті. Тортай оқыстан осқырынып қап, жалт бұрылды. Ноян жалт етіп қара жолдың қалың топырағының құшақтай құлады. Аузы басы топыраққа толып, ұзынан түскен күйі аяқ қолын жинай, ызамен буылға шыққан жастан топырақ шуланды. Тозаң тұтқан кірпігінің арасынан керуен көрініс тізбек-тізбек өтіп барады. Жалаң аяқ қар кешкені аспанның шалап жоқта есікті көзіне отыра қалып қара сулы тостаған қызылшаның топырағы тоздырған күс-күс қолмен безбек қысқан адамша ұстағаны, қызылша артқан арбалардың станцияға қарай сықыр-сықыр жылжығаны, арбакеш келіншектердің ұйқысыраған жуас күзді әлдилеп, әлде қандай сағынышты ән салғаны, жалғыз арбаның жапырақтар арасында қамытсыз жүре алмай жетімсіреп қалғаны, күрдек-күрдек қызыл ізен арасынан пыр-пырлап бұлдырықтар ұшқаны, соғысқа кеткен енесін есіне алып, Торытайдың көзі жұмып тұрып, ішін тартатыны бәрі көшпелі көрініс.
бір ғана скрипка тартқан қыз иығына сүмбіл қара шашы төгіліп, жанары жәудіреп, Ноянның көз алдында тұрды да қойды.